Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кешкі асқа, яғни Ташкент пловы, шах плов жасап үйренеміз. Лавашта піскен палау. Шах палау деп аталады. Әнеки қараңыздар, қандай керемет. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында шах плов жасаймыз. Ол үшін бізге қажет күріш қажет болады. 2 кесе күріш жақсылап жуып аламыз. Етіміз бар. Еттен жарты кило ет жеті қалады. Сәбіз 4 дана, 2 дана жуамыз және сарымсақ қажет болады. Ең бастысы бізге лаваш керек болады. Ал ондай болса, ең бірінші жуамызды турап қуырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, қазанымызды отқа қойып, үстіне жарты литр сұйық майымыз қоямыз. Жарты литр сұйық майымызды құйып алған соң, ең бірінші біз жуамызды қуырамыз. Жуамыз қатты қоңыр болып қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, жуамызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне жуылған таза етімізді кусок-кусогымен саламыз. Енді осы етімізді жақсылап қуырғанша баяу орта қуырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, етіміз бен жуамызды жақсылап қуырып алдық. Енді осының үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, тағы да 10 минут баяу отта қуырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, жақсылап қуырып алдық. Енді осы палауымыздың бетіне 1 чай қасық зірамызды саламыз. Bir çay kaşığı tuz salamız. Толық жақсылап араластырып, үстіне қайнаған су құямыз. Қайнаған судан 2 кесе болсын болады. Енді жай отта осы етімізді жуамыз. Сәбізімізді жай отта тағы да тоқтатып қайнатамыз. Мінекей құрметті көрермендер, суымызды құйып тағы да 20 минут жарты сағат пісірдік, қайнаттық. Суымыз аздап тартылды. Енді келесі үстіне күрішімізді саламыз. Күрішімізді жақсылап жуып алдық. Менде бүгін Пакистан күріші. 2 кесе күріш. Толық 2 кесе.
енді жай отта бұқтырып пісіреміз. Мінекей құрметті көрермендер, пловымыздың пісуіне аз уақыт қалды. Енді біз осы етімізді майлап турадық кусоктармен. Лавашымызды осылай лавашты қазанның астына салып аламыз. Етімізді ең бірінші бетіне салып, күрішімізді, яғни күрішімізді мына лавашымыздың үстіне салып аламыз. Күрішіміз толық піскен жоқ. Көрдіңіздер, мен сап-сары болып әдемі болып тұр. Енді бетіне чесногымызды жақсылап жуып алдық. Ортасына чесногымызды саламыз. Және де лавашымызды, құрметті көрермендер, өстіп лавашпен бетін жауып аламыз. Бетіне тағы да бір лавашымызды саламыз. Қақпағын жауып, енді отқа тағы да 20 минут бұқтырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, біздің бүгінгі шах пловымыз, яғни кешкі асымыз дайын болды. Лаваштың ішінде піскен. Қараңыздар, қандай керемет. Ал ондай болса, сіздермен бірге дәмін көреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Ал ондай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі шах пловымыздың дәмін көрейік сіздермен бірге. Осылайынан ашып бетіне тағы да зелендеріңізді сеуіп, әдемілеп, нәрлеп жесеңіздер болады. Бетінің бәрін ашып тастайын сіздерге. Иісі деген керемет болып тұр енді. Ал ондай болса, пловымыздың дәмін көрейік бірге сіздермен. Ал мінекей құрметті көрермендер, сіздермен бірге онда шах пловымыздың дәмін көрейік. Бісміллә. Дәмі енді керемет шыққан. Қонақ келген кезде жасағанға өте керемет плов. Ерекше палау десем де болады. Яғни шах палау. Ал ондай болса, құрметті көрермендер, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.